Ал енді ана Бәтен апа, Қали аға туралы бірдемелер білесіз ба? Не Тәтем білесіз? жақсы болатын, Бәтен тәтем қандай жақсы аға, атамыз қандай жақсы. Мені сол Бәтен тәтем үйіне апарып істейді айтқазы. Ана өзінің Биян апаң айтады, сен төркінің апарып істе деп. Соң кейін апарып істейді, Бәтен тәтең қаз үйректі қиын асырайтын. Соның жүнін жұлып, тәтем қасында отыратығымыз. Қалима апай таңертең кетеді, кешке жақын келеді. Сонда тәтем айтады, жаңғыз келін ғой, Қыдырқанның келіншегі, жаңғыз келін. Өзіміз үндемеген істей берейік жаңағы. Біз екеуміз шай ішеміз емес пе? Үндемеген істей берейік дейді. Кешке жақын келді, болды енді деп. Жұмыс басты ғой бұл да деп қойы таңертең келеді. Кешке келеді емес пе? Таңертең келді. Соң кейін Нұрқия тәтемді ана үйге апарып істейді. Кезек апарып. Жұматай ағаның үйіне апарып істейді бірімізді. Бірімізді ана үйге апарып істейді. Соң кейін қапан жарықтық жылдатып атты. Соң баладарын бәрі тентек болды. Шипанердің үстіне шығып ап, қапан бәнісада жатқанда бізге барды лақтырам дегенде. Атың бет, Жұмақан бет. Айдарқан Жұмақан қоя ғой. Біз не жер жинастырып жатырмыз дейміз, ойбай қызығай. Ол қай жылдары сонда? Білмей. 70-ші жылдар ма, 60-ші жылдар ма екен? Кім біледі. Содан сөйткен өмір. Екеумізді екі үйге апарып істейді. Сонда ана тәтем айтады ұлдарына. Ананы ана үйге апарып істе, мынаны мына үйге апарып істе, ананың жұмыстарын істесін дейді. Сонда қолымызда баламыз бар өзіміздің. Соң кейін күйеуіміз қай уақытта келіп алып кетеді дейді. Әкел деп жатыр деп алып кетеді. Сонда жүгішке судан әкеп тастайды ма? Әкеп тастайды екеуміз екі үйге. Қапын жылда барады.